Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып наконец-то созылмалы панкреатиттің емі. Созылмалы панкреатиттің еміне бірнеше қағида кіреді. Бірінші, ол міндетті түрде, егер ол ішімдікпен пайда болған панкреатит болса, ішімдікті шектейміз, алып тастаймыз. Одан кейін темекі шегуді тастаймыз, және де диета енді түсінікті, майлы тамақты және де қуырылған тамақты азайтамыз. Жеуге болады, бірақ өте кішкентай мөлшерде. Кейінгі этап ол дәрілік препараттар. Негізі дәрілік препараттар өте көп біз қолданбаймыз. Бірінші очередте бізде мақсатымыз ауырсынуды басу. Ауырсынуды басу екі жолмен жүзеге асырылады. Біріншісі ол көп қолданылмайды дәрігерлермен. Нестероидты қабынуға қарсы дәрілер, оған ибупрофен, кетотифен, кетотоп, сонда дәрілер жатады. Бірақ ол дәрілер қолданыста жоқ та. Неге десеңіз, өйткені екінші топ ферментативті дәрілер как раз таки осы ауруды басын, екінші эффективтілігі ауырсынуды басады. Сондықтан біз бір оқпен екі нәрсені атқаннан кейін бізде ферментативті препараттар өте жақсы қолданысқа ие. Ферментативті препараттардың ауырсынудан басудан басқа эффективтілігі ол біздің ұйқы бездің, міне көріп тұрғандай, 3 түрлі топ ферменттер бөлінеді. Сол 3 түрлі топ ферменттердің заменасы, яғни оның орын алмастырушы ретінде біз сырттан дәрі ретінде ішетін дәрілер тобы. Ол дәрі бізге ұйқы бездің қызметін кішкене тоқтатып, өзіміздің табиғи ішінде бөлінетін ферменттер тобын тоқтатып, оларды, яғни ұйқы безді тыныштандыруға, оны кішкене өзіне келіп алуға уақыт беруге, жалпақтымен айтқанда беріледі. Ферментативті дәрілердің ішу қағидалары бар. Бірінші, ол қандай дәрі қабылдаймыз. Яғни ферментативті дәрілерге бізге крион жатады, пангрол, мезим форте, панзинорм, фестал, панкреатин деген дәрілер бар. Көп интернетте крион қымбат, одан гөрі панкреатин алсақ та сондай эффект болады дейді. Негізі бұл өте спорласатын жағдай, өйткені олардың ішіндегі құрамындағы дозировка әртүрлі. Осы ұйқы бездің қабыну кезінде қолданылатын ферменттер тобы, біріншіден олар асқазанға ауыз қуысынан бастап неге жету үшін, өнекелшекке жету үшін, ол ешқандай өзгеріссіз орта жолда асқазан сөлімен шайылмай, бұзылмай сақтанып келу керек. Сосын барып өнекелшекте қабықшасы растворить етіп, сосын өзі ісіне кірісу керек, белсенеді сол кезде. Соған байланысты бізде именно шекте ғана еритін қабықшасы бар ферменттер бар, және де шекте емес, асқазанда еритін покрытие, қабықшасы бар ферментативті дәрілер бар. Екеуінде де қолдануға болады, әрине, бірақ бізге абзалы ол именно ішекте еритіні. Ал мысалы мезим, қазір мен сіздерге әр дәрілерге талдау жасаймын, сол кезде айтамын. Асқазан сөлінде еритін қабықшалы препараттарды қабылдау үшін біз сол асқазан сөлін бірінші азайту мақсатында, мысалы амез, амепразол, пантопразол, нольпаза, кантролог деген дәрілерді береді. Сосын сөлін азайтқаннан кейін ғана сондай защитный покрытиясы жоқ ферменттерді беріледі.
Былай қарасаңыз, ол екі дәріні ішкеннен бір дәрі ішкен дұрыс, иә. Енді екінші момент ол дозировкасы. Дозировкасына алдына айтпас бұрын, негізі біздің өзіміздің табиғи ұйқы безіміз аз түскен кезде 700 мыңнан 1 миллион единицаға дейін липаза өндіреді. Липаза деген ол майды ерітетін ферменттер тобы, фермент. Сол бізде панкреатит кезінде үш протеин, жаңағы белок, углевод, көмірсу және майды ыдырататын ферменттер бәрі күйзеліске ұшырайды, бірақ ең бізге осы екі фермент, углевод және көмірсу мен белокты ыдырататын ферменттер тобы біздің организмде бар, және де оны орны алмастыруға басқа источниктер болады. Сондықтан бізге көбінесе именно майды ерітетін фермент жетіспейді. Сол үшін біз именно липаза құрамына қарап ферментативті препараттарды таңдаймыз. Сол липазаның құрамы, мысалы, табиғи кезде адамға 700 мың миллион единица түзілсе, ал мысалы крионды алатын болсақ, пангроуды алатын болсақ, сосын мезимде 10 мың единица бар, ең жоғарғысы 40 мың единица бір капсулада бар. Ал қалған дәрілер, мысалы панкреатин, панзинорм, фистал, оларда 10 мыңға единицадаға даже жетпейді. Сондағысы сұрақта сіздерге қанша дозировка болу керек? Әрине 700 мың, жаңағы табиғи біздің липаза өндіретін 700 мыңға жету керек. Хотя бы там сам максимальный бізде 40 болса, синтетический препарат, сол 40 мың единица бізге үлкен дозировка керек деген сол. Яғни бізге 250 ғана липазасы құрамында, 250 немесе 5 мыңдық, олар бізге жарамайды. Біз дозировканы таңдағанда бірінші жасына байланысты, салмағына байланысты, және де майды қабылдайтын тамақ құрамындағы майдың мөлшеріне қарай біз дозировка береміз. Бірінші жасына, мысалы, кішкентай балаларда дозировка бізде 10 мың единица болса, үлкен адамдарда ол 25 мыңнан басталады. Яғни көбінесе біз панкреатиттің обострениясы кезінде 3 рет таңғы ас, түскі ас, кешкі асқа 25 мың единица тамақпен бірге береміз, рекомендация береміз. Және де ең басты осы жерде айтатын нәрсе, тамақ ішкенде дегенде, тамақпен бірге дегенде, именно тамақтың ішер алдын, мысалы, бастайсыз ғой, сол бастапқы бөлігінде жеген дұрыс, ішкен дұрыс. Енді біз осы ферментативті препараттың әрқайсына талдау жасаймыз. Міне, мен өзім ашып жатыр мына жерде. Бірінші мезим, мезим форте бір таблеткасында липаза 3,5 единица, ол өте аз. Оның орнына басқа дәріні істеген дұрыс. Амилаза 4200, протеаза 250, бізге маңызды липаза құрамы. 3,5 өте аз, мысалы. Екінші, ол мезим форте 10 мың, мезим форте 10 мың. Бұл жерде липаза саны 10 мың, ол өте жақсы, бірақ все равно бізге үлкен кісіге 25 мың, ішкен абзал. Және де бұл таблеткада покрытие кишечно растворимой оболочки, яғни оның қабырға, жаңағы таблетканың сыртында асқазандағы сөлге ерімейді, сақтанып жаңағы ішекке келеді, ол өте жақсы. Бірақ 10 мың ол аз, 10 мыңды кішкентай баларға болады, ал үлкен адамдарға 25 мыңнан басталады, Келесі, ол фистал, фистал бұл драже, кишечно растворимый, ол да жақсы. Және де оның құрамында липаза 6 мың, тоже аздау, Келесі, панкреатин, Ресей производствосы, таблетки покрыты кишечно-растворимой оболочкой дейді. Тоже жақсы, бірақ бір таблеткасында 25 единица ғана, представляете, ол өте аз.
Келесі біз крионды қараймыз. Крионда бізде капсула 25 мың, 10 мың және 40 мың бар. Тоже пангролда тоже самое, да? Просто производство разные. Осы дәрілер ең жаңағы жақсылар болып саналады. Өйткені дозировкасы өте жоғары және де кишечно растворимый екеуде. Яғни осы айтқан препараттардың ішінде обзорда ең лидирует жақсы жаңағы пангрол және де крион дозировкасына байланысты. Және де екінші нәрсе микросфера тәрізді болғаннан кейін именно мысалы таблетка болсын, көбінесе таблетка драже, олар диаметрі өте жоғары, үлкен, жоғары емес, үлкен. Сол үлкен диаметр толықтай протоктарға бару, жаңағы өтуі кішкене қиындау болады капсула қарағанда. Капсуланың жаңағы неткенде, шекке жеткенде ол ериді ғой қабықшасы. Соның ішінде, капсуланың ішінде кішкентай майда диаметрлі микросфералар бар. Сол микросфералардың арқасында оның эффективтілігі өседі. Сондықтан осы пангрол мен крионның жаңағы ішу тиімділігі жоғары басқа ферментативті препараттарға қарағанда. Тағы айтылатын мәселе, кейбір адамдарда фермент, мысалы, фистал жақсы көмектеседі дейді, немесе панкреатин жақсы көмектеседі маған. Мен не үшін крион сатып алам, ол бағасы жоғары ғой, қымбаттырақ қой деп айтады. Қымбат қой деп айтады. Бірақ плацебо эффект деген бар, яғни мидың дәрежесінде, психологиялық дәрежеде кейбір дәрілер пустышка болса да өз тиімділігін көрсетіп жатады. Ол, яғни егер настрой болса, адамда ол маған көмектеседі, менде жақсы күшті болады десе, оның плацебо эффект деп аталады, оның эффективтілігі көрінуге болады. Бірақ ол 50-50, біреуде болар, біреуде болмайды. Сондықтан әрине әркім өзі шешеді, бірақ дәрігерлердің тағайындауы ол әрине дәлелді медицинамен тағайындалған, сұрыпталған, анализ жасалған шешімді сіздерге береді. Яғни крион, пангрол жақсы. Осы дәрілерге ешқандай бұл реклама емес, немесе басқа дәрілерді крион мен пангролдың жаңағы алдында төмендету деген ондай ой жоқ. Ол сіздерге ориентировка үшін бәрі, не үшін, қалай, неге біз дозировкаға қараймыз, яғни құрамын жаңағы зерттеп, обзор жасау үшін жасалынған видео. Пайдаларыңызға жарасын. Сау болыңыздар.